Балалар, әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Бөлімі табиғат құбылыстары. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы адамның табиғатқа бейімделуі. Бүгінгі сабақтың мақсаты иллюстрацияны қолдану, мәтіннің түрін анықтау, мәтінге жоспар құру. Балалар, адам өміріне не керек деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар балалар, адамға киім-кешек, тамақ, жылу және баспана керек. Бүгінгі тақырыбымыз баспанаға байланысты. Адамға баспана не үшін қажет? Енді балалар, ол кім, бұл не кітабынан алынған баспана мәтінін оқимыз. Адам баласы мейлі күн ыстық елдерді, поляр шеңберін, теңіз жағасын немесе биік тауды мекендесін, оған ең алдымен суық пен ыстықтан, жаңбыр мен жел өтінен бой тасалау үшін баспана қажет екен. Сол себепті адамдар әрдайым қолда бар нәрседен үй тұрғызып, табиғат ерекшелігіне қарай бейімделіп отырады. Бірінші тапсырма: адамдарға баспана не үшін қажет? Таза ауада демалу үшін, табиғи құбылыстардан бой тасалау үшін, жануарлардан қорғану үшін. Енді балалар, өз жауабымызды тексеріп көрейік. Баспана бізге табиғи құбылыстардан бой тасалау үшін қажет болады. Қар мен мұз құрсанып жатқан қиыр солтүстікте эскимостар қар кірпіштен иглу деп аталатын баспана тұрғызып, терезе әйнегінің орнына мұз тұтқан. Иглу жылы болуы үшін итбалықтың майы құйылған табақшаға от қойып, қабырға мен еденге аң терісін тұтып төсеп тастаған. Ал солтүстік Америкадағы конкен үндістер негізінен орманды мекендейді. Олар жерге иілгіш сырықтарды қадап, басын буып, оны ағаштың жас бұтағы немесе қабығымен жауып, вигвам деп аталатын баспана тұрғызған. Жапон шаруасы үйін бамбук, қағаз бен жөкеден тұрғызады. Бұл кедейлікке байланысты емес. Мұндай баспана Жапонияда жиі болып тұратын жер сілкінуіне мейлінше шыдамды келеді. Халқы өте көп, құрылыс салу үшін ұлтарақтай жер жетіспейтін оңтүстік-шығыс Азияда адамдар джонка деп аталатын қайықта да тұра береді. Бүкіл отбасы сонда тіршілік етеді. Тіпті шалғай теңізге балық аулауға да үй іші бала-шағасымен түгел барады. Киіз үй көшпенділердің көшіп қонуға ыңғайлы үйі. Оны тез шығып, шапшаң тігуге болады. Қазақтар, қырғыздар мен моңғолдар ерте заманнан қой жүнінен басылған киізбен жапқан киіз үйде тұрды. Киіз үйдің сүйегі ағаштан жасалады. Бұл үй жер сілкінгенде де қауіпсіз, оңайлықпен бұзылмайды. Қазақтың киіз үйі күннің аптабынан, аңызақтан, бораннан қорғайды. Енді балалар, оқыған мәтініміздің түрін анықтайықшы. Бұл мәтін қай мәтін түріне жатады? Әңгімелеу ма, сипаттау ма, пайымдау ма? Енді балалар, білгенге маржан айдары. Адам табиғат байлығын болашақ ұрпақтың игілігі үшін сақтау қажеттігін түсінді. Ауаны ластамай-ақ энергия алу үшін желдің күшін, күннің жарығын пайдалану жолдарын қарастыра бастады. Экспо 2017 көрмесі осы жолда жасалған батыл қадамдардың бірі. Елімізде заманауи ғимараттар салына бастады. Экспо 2017 көрмесіндегі алып шар Қазақстан павильоны. Шардың диаметрі 80 метр, биіктігі 100 метр. Павильонды тамашалаған адам елдің тарихы, мәдениеті, бүгінгі өмірі, келешегі туралы толық мәлімет алады. Балалар, Экспо 2017 көрмесіне барып көрдіңдер ме? Бұл ғимарат қай қалада орналасқан? Тамаша балақайлар, бұл ғимарат Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Ал енді балалар, тапсырмалар орындаймыз.
Баспана атауларын суреттермен сәйкестендір. Енді өзімізді тексеріп көрейік, дұрыс сәйкестендірді деген ойдамын. Енді балалар, келесі тапсырма: киіз үй мен заманауи үйді салыстырамыз. Жауабын тексерейік. Заманауи үй барлық техникалармен жабдықталған, бөлме саны көп, барлық жағдай жасалған. Ал киіз үйде көшіп қонуға ыңғайлы, іші 4 бөлімге бөлінеді, тез шығуға, шапшаң тігуге болады. Осымен балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз және тапсырмалар барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Сабағымызды қорытындылай келе, хат үлгілері: жедел хат, жабық хат, SMS арқылы хабарлама түрінде жазып жіберіңдер. Ал енді балалар, үйге тапсырма: мәтін бойынша сұрақ дайындап, жоспар құрамыз. Балақайлар, бүгінгі сабағымызды білім шыңы әдісі арқылы қорытындылай кетейік. Бірінші: өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды. Екінші: мен сабақты жақсы түсіндім. Үшінші: тақырып бойынша әлі де ізденуім керек.